Егемен ел болудың күрделі құрылысын басқарып, жаңада жас мемлекеттің іргесін қалыптастырған Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әлемдік саясат ауқымына қазақстандық даму моделі ұғымын енгізді. Рас, біздің еліміз аз уақыт ішінде көптеген жетістіктерге жетті. Еңсеміз тіктеліп, қарқынды қадамдар жасалды. Дербестігіміз бекемдей түсті. Келешегімізге кемел жоспарлар құрылды. Осының барлығы елбасы және оның серіктерінің салиқалы саясатының арқасында мүмкін болып отыр. Тәуелсіздікті алғаннан гөрі оны сақтау қиынырақ. Осындай үлкен жауапкершілікті ала отырып, барлық адамның көңілінен шығуы мүмкін емес. Нұрсұлтан Назарбаев сказал: «У меня нет другой судьбы, кроме как служить народу». В то же время его слова и поступки являются высоким доказательством его безоговорочного служения всему Казахстану. Елбасы саясатының халықтың қолдауына оның бастамасымен құрылған Қазақстан халқы ассамблеясы қомақты үлес қосты. Ассамблея құру идеясын Нұрсұлтан Әбішұлы 1992 жылы Қазақстан халықтарының бірінші форумында жариялаған болатын. 1995 жылғы 1 наурызда президент жарлығымен ассамблея мемлекет басшысы жанындағы кеңес беру, кеңесші орган ретінде танылды. Осы қоғамдық институт кең конституциялық құқықтар мен мүмкіндіктерге ие болып, республикада тұратын этникалық топтарды біріктірудің күшті құралына айналды. Былтыр ассамблеяның 25 жылдық аясында өткен форумда тұңғыш президент жолымен халық экспедициясы жобасы халыққа таныстырылғаны мәлім. Елбасының тәуелсіз Қазақстанды құру мен дамытудағы ерен еңбегін дәріптеп, насихаттайтын экспедиция осы жылдың ақпан айында басталды. Ол еліміздің барлық өңірлері мен елбасының шет мемлекеттерде жүріп өткен жолдарын қамтиды. Діні бөлек, ұлты басқа болса да, тілегі 130-нан астам ұлт пен ұлысты ұйыстырған азат мемлекетте салт дәстүрді дәріптеп, құндылықтарымызды бойына сіңіріп өсу үшін жас ұрпақтың болашағын қамтамасыз ету елдік мақсат болып табылады. Осы ретте Қазақстан халқының ассамблеясы отандастарымызды елбасы анықтап берген мәңгілік ел идеясы төңірегіне жұмылдыруға өлшеусіз үлесін қосып келеді. Мемлекет басшысы жанындағы кеңесші органның жарқын болашаққа бағытталған нақты қадамдары мен жаңа жобалары жалғаса береді.